Қайырлы күн достар. Бүгін дрожжы қосылған бауырсақ жасаймыз. Онды илектен өткізіп, бүкіл қоспаларды қосып, қамыр илейміз. Әр қоспаның мөлшерін мен астына жазып қоямын. Қамыр осындай жабысқақ болу керек. Кейін үстінен кішкене сұйық май қосып, жақсылап осылай басып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Менікі тіпті тасып кетті. Бір рет басып, тағы да жарты сағатқа көтерілгенше қоямыз. Енді бауырсақтарды формалап кесеміз. Балаларға ыңғайлы болу үшін осындай кішкентай қып кестім. Осылай қатарлап алдым. Енді тағы да бір 15-20 минутқа қоямыз. Сұйық майды әбден қыздырып қоямыз. Ыстық бауырсақтарымыз дайын болды. Баршамызға ас болсын.